Бәріне сәлем, бұл Сайбер алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Киберспорт әлемінде болған соңғы жаңалықтарды бірге талқылайық. Біздің арнаның демеушісі Kingston Fury компаниясы екенін тағы да естеріңізге саламыз. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Рухи Sports MSL CSA бойынша екінші орын алып $6400 еленді. Лан турнирлерде тәжірибенің жоқтығына қарамастан жарыстың ең мықты командаларына қарсы біздің ойыншылар керемет ойын көрсетті. Қазір жарыстың 3 аптасының қорытындысы бойынша командада 598 ұпай бар, ал бізден жоғары Непалдан келген Fumerical Vibes командасы тұр. Өкінішке қарай қазақстандық Major Pride командасы рейтингтің төменгі жағына түсіп, келесі кезеңге өте алмай қалды. Watson стрим кезінде Terror Blade үшін айтем құрылымен бөлісті. Ол айтқандай дәптерде Soul Fragment, Power Treats, Wraith's Band, Vladimir's Offering, Dragonlance деп жазып қойған екен. Ал егер ойын аса күрделі болса, Diffusal Blade'ті сатып алған жөн. Қатты қиын болмаған жағдайда Manta Style'да бола береді. Сатып алғаннан соң иллюзиялармен бірге тимфайттарға қатысасыз. Manta қажет емес, XP-ні Vladimir's Offering береді. Осылайша шексіз ресурстар пайда болады. Иллюзиялардың көмегімен ойнасаңыз болды. Жақында Исламбеков 14 000 ММР жинап Европалық рейтингте бірінші орында келеді. Үздік ондықта Бэтпум тимдік GPK және Team Falcons ойыншысы ATF те бар. Cloud9-да мерген пайда бола ма? Инсайдерлер ұйым Heavy-God'ты OG-дан $500,000 сатып алды деп хабарлайды. Heavy-God'тың Boomich-тің командасына ауысу туралы ақпарат мамыр айында шықса да, Cloud9-нан ресми түсініктемелер әлі жоқ. Өз кезегінде Boomich инсайдерлердің қателесу мүмкін екенін айтып, еш нәрсе әлі анық емес деді. Hobbit, Perfecto мен Electronic Cloud9-нан кеткеніне 1,5 ай боп қалды. Жаңа ростерді қалыптастыру қиынға соғуы мүмкін. Overdrive-тың айтуынша, көптеген ойыншылар C9-ға ауысудан бас тартып жатыр. Сонымен қатар ұйым команданың толықтай жиналмағанына байланысты бірнеше турнирді жіберіп алды. Valve TI 2024 билеттері сатылымға шыққанын жариялады. Айта кететін жайт, биылғы билеттер өте қымбат. Мысалы, былтыр 13 қыркүйектегі турнирге билет 1240 дат кроны, яғни 85 000 теңге тұрды. 3 күндік билет үшін 300 000 теңгеде қаражат керек болады. Бұның орнына Түркияда бірден алып алуға болар еді. TI билеті 10 маусымнан бастап сатылып жатыр. Бір пайдаланушы қайта сатуға немесе платформа арқылы алмастырылатын 5 билет сатып ала алады. Бірақ билетті қайтару мүмкіндігі тек турнир тоқтатылған кезде ғана жүзеге асады. Партер билеттері нақты орындарға бекітіледі, ал бірінші, үшінші қабаттарда кез келген орын таңдауға болады. Сондай-ақ белгілі бір күндердің билеттері мен 2-3 күндік жиынтықтарды да сатып алуға болады. Айтпақшы, Dota 2 бойынша Riot Masters 2024 билеттері де сатылымға шықты. Олардың құны едәуір арзан. Бар болғаны 20 Сауд риалы, яғни күніне 2500 теңге. Бүкіл турнирге абонемент 144 Сауд риалы немесе 17 000 теңге. 5 маусымда Dota 2 бойынша Riot Masters 2024-тің барлық қатысушылары анықталды. Шығыс Европадан тізімде Бэтпум Team, Team Spirit және Virtus Pro. APT ұпайлары бойынша шақырылған 8 команда турнирде топтық кезеңнен бастап ойнайды. Ал аймақтық іріктеу жеңімпаздары плей-ин кезеңінен бастап шілде айында басталатын ивенттің негізгі бөлігінде 6 слот үшін таласады. Ал сіз қай команда жеңеді деп ойлайсыз? Twisted Minds PUBG Global сериясегі жолын жеңіспен аяқтады. Гранд финалда Ресей мен Украинаның ойыншылары бар команда 111 фраг жасап 177 ұпай жинады. Ростер Сауд Арабиясында орналасқанымен құрам толығымен TMD ойыншыларынан құралған. Айтпақшы, мамыр айында өткен 3-ші сериясында ойыншылар 3-ші орынға ие болды. Бұған дейін Twisted Minds PUBG EMEA чемпионатында бәрін ойсырата жеңген болатын. Donk Twitch'ке қайта оралды. Платформа әкімшілігі Team Spirit ойыншысы Данилге қайтадан тіркелуге рұқсат берді. Бұл туралы инсайдер Overdrive хабарлады. Donktың негізгі аккаунтының мамыр айында бұғатталған себебі ол оны 13 жасқа толмай тұрып ашқан екен. Twitch мұны ереже бұзушылық деп санап, киберспортшы тікелей эфир кезінде банға кетті және кейінірек Телеграмдағы жеке парақшасында бұл жағдай бойынша өз пікірін білдірді.
Күтпеген жағдай, The Mongols Нипті жеңіп, Ялта Компастың чемпион атанды. Бұл олардың Тир 1 турниріндегі алғашқы және Монголиядағы ланнан кейінгі екінші жеңісі. Ялта Компас 2024-те команда финалда Ninjas in Pyjamas'ты жеңіп, титулмен $200 000 жеңіп алды. Осыдан кейін олардың Valve рейтингі көтерілді, яғни The Mongols Valve рейтингінде Navi'ді басып озды. Енді Spirit үшінші, ал Virtus.pro 12-ші орында. Бірінші орында әлі күнге дейін Белградтағы ESL Pro League пен Бетбумдачада жеңіске жеткен Маус тұр. Monosi Blast Premier Spring финал 2024-те үлгереме. Бұл аптаның басты мәселесі сияқты. G2 eSports ойыншысы Monosi Ұлыбританияға виза алғанын және Blast Premier Spring финалға өзі үлгеретінін айтты. Бұған дейін ресейлік спортшының турнирге қатысуына виза мәселелері кедергі болған еді. Бұл туралы ол өзінің Telegram арнасында жазды. Blast Premier Spring финал 2024 LAN турнирі Лондонда 12-16 маусым аралығында өтіп жатыр. 8 команда, соның ішінде Virtus.pro мен Team Spirit $500 000 жуық жүлде қоры үшін күреседі. Біз Cyber-Alan командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа байланысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын шығарып отырамыз. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube, Telegram арнамызға және TikTok пен Instagram парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі шығарымда кездескенше.